Саламатсыз ба? Бүгінгі сабақта біз теңдеу жүйесіне байланысты есеп шығарамыз. Есептің бергені бізде күрделі болады. 5 көбейтілген куб дәрежелі түбірасты x азайтылған 2y қосу 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбірасты x қосу y тең 13. Тура сол сияқты осы екінші теңдеуде x азайтылған 2y-тің куб дәрежелі түбірасты бар. Және де екінші теңдеуде екінші өрнекте x қосу y-тің куб дәрежелі түбірастысы бар. Бізде бірақта есептің берілгені бойынша x қосу y-ті табу керек. Яғни осы есептің бір жақсы жері бізде жеке x-ті және жеке y-ті табу керек емес. Енді жазуды қысқарту үшін мен келесі түрге келтірдім. Бізде үлкен a мен куб дәрежелі x азайтылған 2y және үлкен b әріпімен куб дәрежелі x қосу y жазылсын. Ол біріншіден. Екіншіден бізде x қосу y табу үшін бізге осы екі өрнектен құтылсақ, бізде куб дәрежелі x қосу y, куб дәрежелі түбірасты x қосу y қалады. Және қандай да бір сандық мән қалады, яғни бізге табуға оңай болады. Енді осы екі өрнектен біз қалай құтыламыз? Яғни бізде осы екі өрнек үлкен a әріпімен болады. 5a қосу 3b тең 13, 3a азайтылған 4b тең 2. Яғни бізге енді алардан құтылу керек. Ол үшін не істейміз? 3 пен 5-тің ең кіші ортақ еселігі ол 15 саны болады. Яғни 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Енді біз айтқанбыз теңдеу жайындағы теориялық сабақта теңдеудің оң және сол жағын бірдей санға көбейтсек, бізде түк өзгермейді. Яғни біз бірінші теңдеуді 3-ке көбейтеміз. Яғни осы 15-ке дейін толықтыру үшін 3-ке көбейтеміз. Ал осы екінші теңдеудің a-ның мәнін 15-ке дейін толықтыру үшін біз 5-ке көбейтеміз. Теңдеудің сол және оң жағын. Енді қарайық, 3 көбейтілген 5a болады, қосу 3 көбейтілген 3b болады, тең 3 көбейтілген 13. Мен осыны жаздым. Енді 5 көбейтілген 3a-ны жаздым, 5 көбейту 4b-ны жаздым, арасында минус таңбасы, тең 5 көбейтілген 2. Осыны мен жаздым. Енді есептеп шығайық, 15a қосу 3 көбейтілген 3 9b тең болады, 3 көбейту 13 39. 15a азайтылған 20b тең 10. Яғни мен осыны есептеп шықтым. Байқаса, енді бізде 15a және 15a бар. Енді біз бірінші теңдеуден екінші теңдеуді алып тастаймыз. Яғни біз теңдеу жүйелерін шешу кезіндегі теориялық сабақтарда қарастырғанбыз қосу тәсілі бар деп. Ол егерде бізде мысалы минус 15a және плюс 15a болса, онда екеуін қоса саламыз. Ал егерде бізде таңбалар бірдей болса, алдында таңбалар бірдей болса, плюс 15a және плюс 15a. Онда біз бір-бірінен алып тастаймыз. Енді осы амалды орындайық. Теңдеудің сол жағынан 15a қосу 9b алып тастаймыз осы өрнекті, яғни сол жақтарын бір-бірінен алып тастаймыз. Және оң жақтарын бір-бірінен алып тастаймыз. 39 азайтылған 10. Енді сандармен азайту ол оп-оңай. 39-дан 10-ды алсақ біз 29 аламыз. Ал енді біз осы жақшаны ашайық. Жақшаны ашу кезінде бізде осы жақшаның алдында минус таңбасы тұр. Яғни біз ереже бойынша, егер жақшаның алдында минус тұрса, онда жақшаның ішіндегі сандар және өрнектер қарама-қарсы таңбаға ауысады. Яғни 15a бізде болды, минус 15a болады. Минус 20b минус-минуспен бізге плюсті береді, плюс 20b болады. Енді осы 15a мен минус 15a бізде екеуі қысқарып кетеді. Яғни біз осы бүкіл амалдарды осы екеуін құрту үшін істедік. 9b қосу 20b бізде қалады, теңдіктің сол жағында, ал оң жағында бізде 29 қалады. Енді 29b тең 29. Теңдеудің екі жағын 29-ға бөлсек, онда бізде 2-29 қысқарып кетеді. Осы жақта да қысқарады, яғни бізде b тең 1-ге болады. Ал енді біз b тең 1-ге болады. Енді біз ең алғашқы жазуға оралсақ, бізде b-ның мәні куб дәрежелі түбірасты x қосу y болады. Яғни біз b-ның орнына осыны қоямыз. Куб дәрежелі түбірасты x қосу y.
ол тең бірге болады. Яғни біз екі жағын кубтасақ, онда біз x қосу y аламыз, және 1-дің кубы. Ал 1-дің кез келген дәрежесі ол 1-дің өзі болады.